Кайрылуу күн достар, сиздер менен Айгерим, менин арнама кош келдиңиздер. Дәмі өте ерекше болатын сүт токос торттун рецепти менен бөлүшөтүн боламын. Керекті курамынын баарын осы видеонун описаниясына жазып коямын. Алдымен керекті заттардын баардыгын дайындап аламыз. Жумурткага коютулган сүттү, ягни сгущенканы салып, миксердин көмөгү менен жакшылап аралаштырып аламыз. Және эртилген жылы сармайды да салып аралаштырабыз. Копсоткучпен ондо бирге аралаштырып жибердим. Ондо міндетті түрдө электен өткүзөбүз. Барлыгын бирдей кылып аралаштырабыз миксердин көмөгү менен. Дайым болгон соң пергамент кагазды төсөп, дәл осулай жука этип жагып чыгабыз бирдей кылып. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша домалақ қылып жасасаңыздар да болады. Енді 180 градуста пісіріп алдым. Өте тез піседі. Суығаннан соң осылай пергамент қағазынан ажыратып аламыз. Бөлініп кетпесін. Дәл осындай көлемнен 4 корж шықты. Енді кремін дайындап аламыз. Творожный сыр мен сгущенканы алдымен миксерлеп аламыз. Араластырып болған соң сахарный пудра мен салқын сливкиді құйып, бұны да араластырып аламыз жақсылап. Сливкиді көп араластыра беруге де болмайды. Дайым болған дәл осылай анықтаймыз. Осылай алғаңызда түспейтіндей қою, әдемі болып тұрады. Артық жерлерін алып тастаймыз. Мен арасына осылай сүт жағып алдым. Ал енді кремін жағып тортымызды жинаймыз. Кремін жағып болған соң міндетті түрде 2-3 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Себебі арасына кремі жақсы сіңу үшін. Енді бетін сәндеуі әркімнің өз қалауынша арқалай сәндей берсеңіздер болады. Ал торт дайын. Жасалуы өте қарапайым әрі оңай. Дәмі де өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.